Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сауат ашу негіздері сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ө дыбысы мен әріпі. Сабағымызды бастамастан бұрын мынау ширату өлең жолдарын бірге айтайық. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз. Тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп таңымыз. Жарайсыңдар балалар, осындай көтеріңкі көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал балалар, енді кітабымызды ашайық. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерден ө дыбысы естілетін сөздерді ата. Сөздерге дыбыстық талдау жаса. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Түйе қандай жерде тұр? Өгіз ненің үстімен өтіп жатыр? Осы сөздерге дыбыстық талдау жаса. Мына сөздердің қайсысы өзен, қайсысы көл? Тауып көріңдер. Ал енді балалар, ө әрпімен таныс болайық. Ө дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Ө дыбысын әндетіп те айтуға болады. Ө дыбысы сөздің басында, сөздің ортасында кездеседі. Ө дыбысы өзі буын құрай алады. Мысалы, өмір, өзен. Ал енді балалар, келесі видеороликқа назар аударайық. Ө әрпі. Ө әріпі. Өрмекші. Өрмекші. Өзен. Өзен. Өткел. Өткел. Өгіз. Өгіз. Өсімдік. Өсімдік. Өрнек. Өрнек. Өркеш. Өркеш. Өрік. Өрік. Ал енді балалар, кітабымыздағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Мына сөздерге дыбыстық талдау жаса. Ө дыбысының орнын көрсет. Балалар, суреттерде не көріп тұрмыз? Бөрік, өшіргіш, көйлек, көз. Ал енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Ө әрпімен таныс бол. О кәдімгі дөңгелек, ал ө одан сәл бөлек. Мұны да сал, ерінбе, белбеуі бар, белінде. Ал енді балалар, төртінші тапсырмаға назар аударайық. Ө әріпін жіптен жасап көр, немесе түрлі түсті қағаздардан құрастырып көр. Ал енді балалар, ө әріпінің жазылу үлгісін тамашалайық. Балалар, енді қолымызға қалам алып, кітабымыздағы баспа түрін бастырып жазайық. Әдемілеп жазыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа белсене қатыстыңдар. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.